Родился 15 февраля 2001 года. Мастер спорта международного класса Республики Казахстан, проживает и представляет столицу нашей республики. Очень много новых имен в сборной Казахстана. Это и Азамат Бектас, есть и Бекбулат Абдикерим, и Люсибай Дархан. Ермахан Жакпеков достаточно давно уже выступает в сборной Казахстана. Есть братья Тультаевы, уже опытные, Иртуган Зейнулинов, Бекнур Ожанов. Опытный боксер, но не всегда он представлен в национальной команде. То есть есть выбор. Хорошая такая конкуренция. Соперник, я думаю, непростой у Сагындыка Тугамбая. 18 лет, но не знаю. Реальный возраст этого боксера, тем более, что в Африке любого спортсмена, скажем так, меняет возраст. Это и касается представителей игровых видов спорта и не только. Но выглядит явно не на 18 лет соперник Тугамбая. Готов наш боксер? Готов ли его соперник? Большой вопрос. Но надеюсь, что каких-то серьезных проблем Сагындык Тугамбай не испытает в этом противостоянии. Физически мощный выглядит соперник Сагындыка, но и сам Тугамбай тоже не лыком, как говорится, шит. Хорошие у него поставлены удары. Мурзагали Аджанов успокаивает, скажем так, настраивает. Говорит: сабр, все нормально. Показывая всем видом, что здесь самое главное — хладнокровие сохранять. Если будет выполнять тренерскую установку, то в таком случае все будет под контролем казахстанского боксера. Вот, посмотрите, настраивает, показывая Мурзагали Куланович, что нужно просто расшатывать соперника. Ну, в росте превосходит Сагындык Тугамбай, но вот физической мощи не знаю. Может быть, и неплохой боксер из Демократической Республики Конго. Я уже говорю о том, что в некоторых весовых категориях африканцы задают тон. Пусть не становятся чемпионами, но стараются подобраться как можно ближе к полуфинальной стадии. И Тугамбай сильно не тушуется. Может быть, даст возможность поработать своему сопернику. Тот начинает максимально закрываться и джебом закидывать Сагындыка, но тот предпочитает на расстоянии держаться и максимально прочную защиту пробить вот этими своими ударами, которые у него хорошо поставлены, потому что на молодежном уровне стабильных результатов достигал Сагындык Тугамбай, но на взрослом уровне совсем другие конкуренты. Да, соперник сегодня молодой у Сагындыка. Может быть, это и хорошо, тем более, что взрослые боксеры, они всегда хитрее, смекалистее, более опытные, поэтому для Сагындыка, скажем так, немножко ему даже повезло сегодня соперникам. То есть действительно, если боксеру 18 лет, то можно его за счет опыта. А в плане опыта, я думаю, Сагындык все-таки может дать фору своему противнику, даже несмотря на тот факт, что он тоже значительно молодой. Помним мы Сагындыка и по чемпионатам Казахстана, где он хорошо работал. Поэтому все шансы одержать победу у него есть. Хорошо перемещается по рингу, здорово меняет стойки и снова сближается с ним. Соперник пытаясь нанести удары по корпусу, пытаясь пробить. Вот с этой позиции как раз из неудобно для себя нужно уходить Тугамбаю, потому что это чревато последствиями. И Сагындыку нужно похитрее работать, сильно не рисковать. Покрикивает там Мурзагали Аджанов, зная его сильные и слабые стороны.
наверняка дали шанс Сагындыку себя проявить на этом чемпионате мира. Радует, что молодежь тоже наступает, потому что во многих весовых категориях слишком долго боксеры выступают в национальной команде, не чувствуют практически конкуренции. Она есть. Есть со стороны молодых и чуть более опытных, кому 25-27 лет, кто слишком долго ждал своего шанса в сборной Казахстана и хочет выступить на чемпионатах мира, Азии, на Олимпийских играх. И Сагындык в их числе. В целом все под диктовку нашего боксера проходит. Неплохо он поработал. Да, пропустил несколько таких не самых приятных ударов со стороны своего соперника. Но увидим, что в плане агрессии есть над чем работать его противнику из Демократической Республики Конго. Потому что школы не хватает, пожалуй, только на природные данные уповает. Противник Тогамбая, да, доставал, но слишком примитивно выглядит африканский боксер, поэтому такого просто как семечки нужно просто щелкать раз за разом такими ударами, не удивить Сагындыка Тогамбая, поэтому я думаю, что следующие 2 раунда точно должен забрать наш боксер. Бестен бірінші раундта барлық төреші қазір жеңісті Қазақстанның боксшысы Сагындык Тогамбайға берді. Мырзағали Айтжанов міне қазір екінші раундта қалай жұмыс істеу керектігін Сагындык Тогамбайға түсіндіріп жатыр. Спарринг болды. Осы Қазақстанда әлем чемпионатына баратындардың арасында спаррингті жеңіп Сагындык Тогамбай Ташкентке барған болатын. Екінші раунд, бірінші раундты жақсы өткізді. Жалпы бірақ жаңа бір сәтте тұрып қалған кезін көрдіңіздер. Сагындык Тогамбайдың сол жерде соққы өткізді, бірақ басын, аяқ жағын Сагындык өте сәтті өткізді. Енді Сагындык екінші раундта шабу керек. Джеб соққыларымен жұмысты деп Мырзағали Айтжанов та, Марат Жақиев та қазір ақыл кеңесін айтып отыр, рингтің тура жанында тұрып. Бұл енді бірінші жекпе-жек, шамалы бой үйрету керек. Денені бос ұстап, ойнап деген секілді. Өйткені Сагындык үшін алда маңызды кездесулер болады. Дер кезінде мына қарсыласының шабуылынан қашып кетті. Джеб. Конголық боксшының қара күші бар екенде байқап отырсыздар. Басын бұғып алып алға қарай ұмтыла береді. Ал техника жағынан енді Сагындыкқа тең келеді деп айта алмаймыз. Үйірден жұмыс істеп жатыр. Тағы да дер кезінде кетіп қалды. Бұл сәттен мұндай жерде мейлінше тұрмаған абзал еді Сагындык Тогамбайдың. Барлығы енді қолғапты көтеріп жауып тұрған секілді, бәрібір ортадан өтті. Нокдаун. Анландуға есеп ашылды. Бұл бірінші нокдаун, және Сагындык Тогамбайдың жеңісі нығая түсті деп айтсақ болады. Тағы джеб, жақсы. Дер кезінде ұрып алды, өткізді. Ал Анландудың қолы да қысқалау. Сагындык Тогамбайға оның ұрған соққылары жетпей жатыр. 1-2 ары қарай қорғанысы да жақсы. Соққысы қарсыласқа тимеген сәтте Сагындык дер кезінде дұрыс қорғанып жатыр. Аперкот, екінші аперкот, ары қарай тағы да көрдіңіздер, шынтақты қолды көтереді де қарсыластың соққыларының барлығында осылай тоқтатып жатыр. Басты көтеріп жұдырықтасы төреші. Екінші раундтың соңғы минуты. Енді екінші раундта қазір біздің боксшының жеңісімен аяқталу керек. Аперкот, осы тигенде ғой шіркін. Әдемі өткенен, бірақ қарсыласқа дөп тимей қалды. Тағы да аперкот, міне құлақ шекеден қарсылас шамал тәлтіректеп қалған көріп отырмыз. Нокдаун ашылды. Екінші нокдаун, бұл конголық боксшыға ашылған.
әттең уақыт жетпейді, әйтпесе тағы бір минуттай уақыт болған кезде Сағындық Тоғанбай жекпе-жекті осы жерден аяқтауына да мүмкіндігі болатын еді. Ары қарай бірақ жұмыс істеп жалғастырып жатыр. Артқа қарай тағы да жақсы шегініп кетті. Қарсыластың соққысын өзіне тигізбей. Екі нокдауннан кейін әрине 100% екінші раунд Сағындық Тоғанбайдың пайдасын аяқталып, қазір есеңгіреп жүр. Өзі бұрышына конголық боксшы әрең келгенін көрдік. Қайталау сәті Сағындық Тоғанбайдың тигізген соққыларын көрсететін шығар. Осы жерде құлақ шекеден бір жақсы дөп тиген соққы болған еді. Міне бірінші нокдаун ашылған сәт. Әзер тұрып қалды. Қарсылас 10-8, 5 төреші де осындай бағаны қойған. 20-17 екі раундтың қорытындысы бойынша. Үшінші раундты жарақат алмай, Сағындық асықпай ойнап шығуы керек. Қалай тактиканы қойып берген. Деңгейі де қатты жоғары емес, бірақ Сағындық Тоғанбай өте сауатты жұдырықтасып жатыр. Үшінші раунд. Енді есін жиған секілді. Мвели Натан Нланду. Үшінші раунд басталды. Бірден Сағындықтың шабуылымен. Не белбеуге кетеді деп қазір қарсылас алға ұмтылатыны түсінікті. Осындай бір соққылардан Сағындық Тоғанбайға байқау керек. Жақсы аперкот. Екіншісі неге нокдаун ашпады төреші. Тағы да бір аперкот соққысын көрдік. Жақын қашықтықта да Сағындық Тоғанбай. Міне нокдаун. Бұл үшінші нокдаун осы кездесудегі. Жақын қашықтықта да, алыс қашықтықта да Сағындық Тоғанбайдың тамаша жұдырықтаса алатын көріп отырмыз. Және жекпе-жек аяқталды. Бұл үшінші нокдаун. Ары қарай кездесу жалғасқанның өзінде де Сағындық Тоғанбай сыр бермейтін еді. Бәрі қарсыласқа есе жібермейтін еді. Сол үшін де төреші тоқтатты. Бұл дұрыс шешім. Бірақ қадірмен жанкер тағы айта кететін дүние, қатты масайысып кетудің қажеті жоқ. Өйткені бұл Сағындық үшін әлем чемпионатындағы бар болғаны бірінші кездесу. Дебют әрине мықты болды. Дегенмен босаңсымай келесі кездесуге дайындалу керек. Келесі кездесуде қарсылас не өзбек, не қырғыз боксшысы болады. Оны қазір анықтаймыз. Нокаут деп айта аламыз. Бұл кездесуде Сағындық Тоғанбай таза әдемі жеңді. Екінші раундта 2 нокдаун, үшінші раундта 1 нокдаун ашылды. Және ары қарай төреші кездесуді жалғастырудан ешқандай пайда жоқ екенін білді де, қажеті жоқ екенін білді де тоқтатты. Үшінші боксшымыз Қазақстан ұлттық құрамасының келесі кезеңге шықты.